Облысымыздағы 3 ведомство бірлесіп, қараша-желтоқсан айларында өңіріміздегі барлық мемлекеттік органдар алып отырған алаңдарды түгендеу, тізімге алу жұмыстарын жүргізді. Судында сұрау бар демекші, бүгінгі міндет бюджет қаржысында бюджеттік мекеме иемденіп отырған аумақты да талапқа сай тиімді пайдалану. Ғимарат ішінде ат шаптырым аумағы бар қызметтік кеңсені бос ұстау дұрыс еместігін былтыр біздің облысқа жұмыс сапармен келген агенттік төрағасы Алик Шпекбаев ескерткен болатын. Төраға Теміртау қаласындағы мемлекеттік кірістер басқармасына ат басын бұрып, тамаша болған. Его шокировала площадь, занимаемая руководителем этого управления. Практически это ипподром с комнатой отдыха, с душевой кабиной, с арабской тахтой и так далее, и так далее. Төраға кез келген мемлекеттік кеңсені мақсатты пайдалану қажеттігін ескертті. Осыдан кейін барлық мемлекеттік органдардың аумағын түгендеу жұмыстары қолға алынған. Мы провели эту работу. Біз бұл жұмысты жүргіздік. 609 мемлекеттік мекеменің аумағын түгендеу жасадық. Олардың 120-сы орталық органдар, 489-ы қызметтік мекеме жергілікті атқарушы органдарға тиесілі. Тексеріс нәтижесінде мемлекеттік мекеме кеңселерінде 21 мың шаршы метр аумақтың бос тұрғаны, яғни мақсатты қолданылмай отырғаны анықталды. Бос алаңды қамтамасыз етуге қаншама бюджет қаржысы жұмсалды дейді департамент өкілі. Осы қаражатты басқа салаға жұмсаса анағұрлым тиімді болары сөзсіз. Бос тұрған қызметтік алаңдардың ауқымды бөлігі Ұлытау, Қарқаралы аудандарында, сонымен қоса Жезқазған, Шахтинск әкімшілігінде және біздің облыс әкімінің аппараты мен қалалық әкімшілікте де анықталып отыр. Осыған орай мемлекеттік органға қарасты қызметтік кеңсе ішіндегі аумақты нормаға сай пайдалану талап етілуде. Айтары қызметтік кеңсе ішінде басшының, орынбасардың, жалпы қызметшінің қанша шаршы метрді иелену керектігі белгіленген. Комната отдыха руководителя 10 квадратов, приемная руководителя 10 квадратов, кабинет заместителя руководителя 20 квадратов. Кабинет работника должен соответствовать 7,5 квадратных метров на одного сотрудника. Бақыт Күлматова, Ержан Әліпов, Николай Шевелев, 5-ші арна.